айқайластым сотпен. Сот шікірейіп отыр. Судья әбден жаман үйренген ғой судьяға. Ой, маған айтады, сен тәртібіңді мен айта бер деді. Жоқ, маған айтады да, өтірік соғып тұр. Енді орысша берген болып тұр, оны дейді да, не, саған біз қазақша жібердік дейді, маған жіберген жоқ деп, орысша тұр, бүгін сол қайтпан кейінге қалды. Сосын айтады, орысша сөйлеп жатыр, маған қазақша сөйлеңізші деп едім. Неге сен айқайлайсың? Сен тәртіпті бұз, мен үстіңе тағы да қосам дейді, қоса бер дедім. Қазақша сөйле деген үшін қоссың ба? Жақсы қос, жауап бересің сен өзіңді онда дедім соған. Судьяға сөйлемесін деген заң жоқ шығар. Сөйлегенде мен оны боқтап атқан жоқпын, әкең жаман қазақша сөйле дедім, маған керек емес орысша. Түсінбеймін, или переводта дедім, давай. Адамың бар ма? Шақыр дедім. Сонымен аудармашы іздеуге кеттік. Қазақстанда жүріп, ең Қазақстанда бір орыс жоқ, қазақша сот болмай жатыр. Екінші рет болмады, осы екінші рет тап осы сөзбен, өзімді әкем ауыз ұрудым. Осы баяғыдан деген менің қасыма бір еркек тұр, шыбырлап, не істеп тұрсың? Неғып тұрсың мен қасыма, мен қасқы жықпен бір не қатыр десем, мен саған переводтайын деп, анау айтады қазір, сосын мен сен құлағыңа сыбырлайын деп. Мен айтам, мен не Россияда тұрмын ба? Бір ана орыстың қасына барып тұр. Неғып мен қасымда тұрып десем, судья қазақша білмейді дейді. Түрі қазақ, тілі жоқ, сақау, орысша сөйлейді. Білмеймін, орыстар нам беріп жатыр ма, неге қазақша емес? Сосын айттым, онда дедім, қазір сені бірінші сапалақпен бетіңнен салып жіберемін. Сосын судьяны ұрам, маған бәрі сотталып кетейін, әкесін нағылап еді. Қаяқта тұр, Қазақстан тұр ба, басқа жақтан. Сосын онда күтесің дейді, күтемін дедім, сөйтіп қайтадан бір сағаттан кейін қазақша сот болып штраф салды. Кешірім сұрауға болады деп тұр, енді кешірім сұраймын дедім, айтпақшы. Ертең сұрап жатқанда мен мазақтап жүрмеңдер. Сұрай берейік, қойсын сотталып кеткен жақсы. Штраф деп жатамыз. Кешірім сұрауға болады дейді. Сол есіл Динара Жұмабек дейді ме, сондай болып кетті ғой бұл. Кешірім сұрап, кешіріп жатса, онда болады дейді. Сұрай береміз да қойсын. Ұят болды, кешір, ондай сөз айтайын деген ойымда жоқ, орысша түсінбеймін деп айтам, маған бәрібір. Сол кезде мені мазақтап жүрмеңдер. Сотталу да оңай емес негізі. Ана әжетханың қасына отырам жағында. Тамақ әкеп берді сосын маған. Сотталып жатсам, түсінікті ма? Аллах, бәрі шындық. Без комментария, ешқандай өтірік жоқ. Шындықты айтып жатырмын мен. Өтірік жоқ. Осы мен екінші рет сондай болып тұр, Құдай көріп тұр. Ұят болды. Үшінші рет бір попиткам бар, кімге тиісейін? Ашаматайлармен шығайын ба? Бірге. Үш попит. Бұрын сотталған жоқсың ба дейді, маған құрсын сотталған жоқ. Честнымыз ғой, бұлай Қазақстан жақсы ғой, соттап жатқан жоқ, шүкір. Ұрып соқса, ұрмайтын байға шық, мейміз ағза бермем не ұрып қатын. Қаншыштың ұрып соқса деп. Жер бетіне бір-ақ штук бай қалмағанша. Ұнамаса, ұнайтын байға шықты, дағыл деп отырсың. Күйреккес ұрып соқты, байларың жаман, бізді ұрған жоқ, семірді ғой, ұрған сайын семірдім мен. Бейбарыстардың ұруы деген мәдениет тұғып. Дейсі қатыны ұрды дейді, біз сияқты тебу керек іштен ішке өлген жоқпыз. Сол кезде шайтанның бәрі шығып кетті үшін. Баста қатырмаңдаршы. Шыңын үркіткендей ұрғанға жылайсыңдар сендер. Бар ұрмайтын бай тоғы шайтын күшті соғы бар. Керім қатын ұқсап әңгіме айтасың ба, қайдан білейін әйтеуір. Бір жігітті де қарата алмай жүріп. Баста қатырмаңдаршы. Қазір мен айырылсам бар ғой, осы жерде бүкіл жігіт аласады. Құдай-ақ, Алла, сосын байым тастамайды мен. Қайтынсың, ондай қатын жоқ қой. Қазір мен күйеуім жоқ, аласыңдар ма, ұлдар қол көтерсіңдер. Бүкіл қол көтереді қазір көресің. Бір бай таба алмай отырады ғой, бай таба алмай жатыр. Біздің үйде бір красавица жүр. Ай десе аузы бар, күн десе көзі бар, бірақ байы жоқ. Неге байға өтпейсіңдер осы сендер? Білмеймін, осы күнгінің қыздарында бай таба алмай қалады екен. Соғыс жоқ, дым жоқ, бәрі Украинаға соғыс кетіп қалған сияқты. Неге таба алмайсыңдар осы? Көретін әңгіміз әне алам деп жатыр, біреу шығыптар. Ей жаным, бақытты бол, мен сияқты келіншек алып. Аяғыңды жерге тегізбейтін. Мен сияқты келіншек алыңдар. Құдай бар ғой, міне. Аумин. Әке шешесін сыйлаймыз, өзін болай құрметтейміз. О, Құдай. Жаңа осы жерде кондиционерді қосып тұр, әбет бердім. Ойбай, шалым баптанып шай ішін деп. Зато вот так маған Аллах несібе береді. Сол кісі арқылы кірет, қазақшасы сол. Бүкіл қатын бай еді, Қазақстан байларын сыйласа. Қазақстан дәл көрмей кетеді деді осы уақытта. Бүкіл
қатын былай қарап жүрсін, сосын Қазақстанда береке болмайды ғой, береке болмайды ғой. Қатын бұзылғасын не болсын. Қатын бұзылса, ел бұзылады, ел. Қайда апасы ғой бәрін білдіріп жүр. Зачем нужно кемпір сияқты болды. Не бар үйіңе кетшейші, Құдай, ай Құдай. Келмеді әкесін ол. Жатсыз үйге көп тұқымдары көп қой, бұл перизаттың тұқымы көп адам ғой. Білмейді, келме бір күн сосын келдің бе, қабағын түймекті боғын шайнекке есітпесе де іште тым-тырыс келді, тым-тырыс кет. Әкесін аузы үндеме дыбысын шығарма. Енді солай тұрсыз, біреу қою керек қой, не болғанда үйіміздің берекеті кетті ақырында. Бір қатын қою керек қой, бәрібір кім қойса да бізге бәрібір. Перизат қайтам, не істейсің, ана байына ұнаса болды ғой, өзің байына ұнап тұрса болды ғой, бізге не керек, какая разница бізге, дұрыс па? Маған не керек, перизатқа не керекпіз? Оның қатын Пекоштың келіншегіміз ғой, зачем нужен Пекошқа, лишний разговор. Өзі тағасқап жүрген, енді отырысы бір басын ұстап отыр. Анау одан сайын шалқайып толап атыр ол келіншек, қояды шығар енді құрсын. Өзіне де бай керек шығар, қаяққа барамын деп жүр, білмеймін, түсінбеймін. Жастары келді ғой, жасы 18-де қыз емес қой, болды 18-де қыз толып кеткен ғой, қыз деген. 2008-2007 жылы қыздар толып жүр. Алқаш болса да сыйлайсың, алқаш құлап атса да, түсінікті ма? Құранда жазылып тұр. Абай Құнанбаевтың сөзі емес, ол Құранның сөзі, Абай Құнанбаевтың сөзі емес. Абай Құнанбаев атамыз жолда қалды оның қасында. Құранның қасында ол сөз ештеңе емес қой. Құранда жазып тұр. Ертең Одниге баратын сөздерін түсіндіңіздер ма? Одниге баратындарын білесіздер ма? Өлмейтін Кащей бессмертный қатынсыңдар ма? Ана баяндарында бірақ күйеулерін сыйлағасын ғой. Күйеуін сыйлайды ғой, сыйлайды. Жүгіріп те жоқ баян орында. Сыйлаңдар ана үйлеріндегі еркектерге тиіп алыңдар. Үшінші байға дейсің ба, төртінші байға дейсің ба, мен шаруам жоқ. Бірақ күйеуіңді сыйлауға міндетсің. Қандай бай болса. Ұнамаса басқасына тиіп алып сыйлап ал. Басқа қатырма. Күйеуін жамандайтын қатындар толып отыр осы жерде. Қаптап отыр. Құмырсқа сияқты қаптап отыр. Ұнамай ма, күштісің ба? Тиіп ал тағы басқа байға. Бар соны сыйла сосын. Әкесін өле-өлгенше сыйлап отыр. Аяғын жу. Не істейміз басқа? Бәрібір еркексіз о дүниеде жұмақ жоқ сендер. Еркектен сұрайды сендер, жақсы ма, жамансың ба? Әке шешеңді шақырып алып сұрамайды да. Жақсы ма? Байларына сұрайды, байың риза болмаса біттің. Түрі тұрғанда шығып алыңдар байға бар. Тез-тез тиіп ал, шалға болса да. Қайладамыз. Тиіңдер бір шал болса да ұстап алыңдар. Жүгіріп барып, құшақтап алыңдар. Соның батасын алып қалыңдар. Не істейсің енді басқа? Айырылған жынды қатын көп Қазақстан. Қорықпайсыңдар, жұмаққа бармайсың ба? Любой еркісін ырза қылыңдар. Көрейсің. Бәріңізге алтын сырға бүкіл Қазақстанның келіншектері. Тиіңдер де осыдан байларың жер. Комментарий. Бар, кет тиіп ал байға. Тиіп алсын, сен байың ұнамаса басқасына тиісің ба? Нағызысың. Ай қарап. Үшінші қатын болып дейді, төртінші қатын деп де. 5 комментарий. Тұрақ. Жаңа осы жерді кондиционерді қосып тұр, әбет бердім. Ойбай, шалым баптарым шай ішін деп. Зато вот так маған Аллах несібе береді. Сол кісі арқылы кірет. Қазақшасы сол. Бүкіл қатын бай береді, Қазақстан байларын сыйласа. Қазақстан дәл бермей кетеді деді осы уақытта. Бүкіл қатын былай қарап жүрсін, сосын Қазақстанда береке болмайды ғой, береке болмайды ғой. Қатын бұзылғасын не болсын. Қатын бұзылса, ел бұзылады, ел. Бай жоқ қатын қашын білесіз. Неғып жүрсің? Түнде қорықпайсың ба, ұйықтағанда сен қатындар қасқыр жеп қоймай сендер. Рақаттанып жатпайсың бір-бір байды құшақтап. Не көресің, ағам да мен сияқты күшті мынау іске қызал. Алдыңа келсін күшті қызал. Несібесі табылады, ол мынандай келіншек несібесі қалдырмайды. Құдай бізде өмір Құдай несібесі қалдырған жоқ. Күйеуіміз сыйлаған сайын беріп жатыр, әкесін танып, Құдай да күшті екен. Құдай берші арысып жатыр, қожайын сыйлап. Нұрболхан Ербол Бықыбаев ақынға арыз жазып жіберіпті деген видеоны байқап қалдым. Осыдан кейін ойландым, Нұрболхан, сен өзің әйелдермен соттасып, кешегі күні Турцияда Арман ағам керемет деп ән шырқап, ал қазір Арманды сұрасақ танымайым деуің 100% мүмкін. Себебі сен менің жеке ойым сайқымазақсың. Ал сайқымазақ қанша өзін басқадан қып көрсеткісі келсе де, түбі сол цирктің сахнасына оралатыны рас. Я, біз сен сияқты керемет жұлдыздардың арасында керемет
досымыз жоқ шығар, бірақ та біз сендердің ауыздарыңа құм құйылып отқан кезде халықтың мәселесін қозғап шындықты шырылдатқан адамдардың біріміз. Может быть, бір комментарияда бірі-біріңмен ұрсып қалған шығарсыңдар, сөзге келмей қалған шығарсыңдар Ербол екеуің. Бірақ та ары жазды деген мәлімет рас болатын болса, өте ұят екен. Бірақ та именно саған келгенде ол таңғалатын нәрсе емес. Себебі сайқымазақтан барлығын күтуге болады деп ойлаймын. Әділетхан сөйле, қорықпа, біз саған лайк басам. Әділетхан бауырымыз 2,5 жылға қамалып, 5 жыл блогерлік жұмысын жүргізе алмайтын болды. Әділетхан сөйле, қорықпа, біз саған лайк басамыз, комментарияда қолдаймыз, керек десең бір-бірімізге репост жасаймыз деу қаншалықты әділетті? Осы Әділетханның жағдайынан кейін бізде шындық айтатын әпкелер, ағалар азаюы мүмкін, әбден. Себебі Әділетханның өзі кей кезде әділеттіктің болмауына кепіл болып отыр, бізге дәлелдеп отыр. Ал біз, көрдіңіздер ма, шындықты айт, сөйле, қорықпа, давай деген адам, шындық айтып атқан адамның жанынан ешқашан табылмайды да, барлығы диванный батырлар ғой. Естеріңізде болсын, қорқақ адам ешқашан батыр адамды тәрбиелеп өсіре алмайды. Осыны ұмытпаңыздар. Өйткені қазірде біз көп нәрсені байқап жатырық, көп нәрсені көріп жатырық. Бірақ та мен деп шырылдап, шындықты сөйлеп, шындықтың шыңына жетіп атқан жастарға, жігіттерге, қыздарға ешқандай қолдау жоқ, қолдау болмайды да, менің ойымша. Дәл сол.